Қайырлы күн, сиқырлы ілмектің сүйікті көрермендері. Бүгін біз осындай шеңберлерден осындай әдемі үйге немесе сыртқа арналған аяқ киім тоқитын боламыз. Біздің тоқитынымыз үйге арналған аяқ киім. Осындай шеңберлерді қолданып, осындай әдемі аяқ киім тоқып шығарамыз. Енді сіздерге осындай шеңбердің 4 қатарынан тоқып көрсетіп жатса, мен сіздерге 3 қатарын көрсетейін деп тұрмын. 4 қатардан қарағанда осындай 3 қатар тоқыған дұрыс секілді. Аяққа жақсы тұрады. Енді біз бұны осындай табанға 40-шы өлшемдегі табанға тоқитын боламыз. Мінекей, біздің бұл табан енді бір өлшем жүреді. 39-шы өлшемдегі аяққа келеді. Одан кейін бізге керек осындай жіп. Менің жібім Ализе Бахара деген жіп. Бұл алдыңғы тоқыған аяқ киімдерден қалып қалған жіп. Сол себепті осы жіппен тоқиын деп шештім. Сіздер өздеріңіз әртүрлі жіпті қолдана берсеңіздер болады. Негізі жібек жіпті қолданған дұрыс болады. Осы шеңбермен тоқыған кезде. Өзіме осы жіп ыңғайлы болды. Және осындай шеңберлер керек. Бұл шеңберлер пластмасс болып келеді. Осындай шеңберлер керек болды. Және осындай ілмек. Біз ілмектің бірінші өлшемдегі ілмекпен тоқимыз. Және қосымша қайшымыз керек. Енді жұмысымызды бастайық. Мінекей, осындай шеңберге 12 рет іліп тоқимыз. Осылай жібімізді ілмегімізге іліп алып, 12 рет тоқып аламыз. Біздің шеңберіміз, біз шеңберімізді 24 қатар айландырып тоқу керекпіз. Бұл жерде біз 24-тің тең жартысын тоқимыз. Сол себепті біз 12 көз тоқимыз бұл жерде. Мінекей, осылай артық жібін бірге алып отырып тоқимыз. Осылай 12 рет тоқимыз. Осылай шеңберімізді айландырып 12 көз тоқимыз. Мінекей, рет тоқып алғаннан кейін келесі шеңберімізді біріктіреміз. Бұл жерде біз 7 шеңбер тоқу керекпіз. Мінекей, екінші шеңберімізді осылай қасына қоямыз. Мұны жібімізді арт жағына қарай жібереміз. Осылай ілмегімізді шеңбердің ортасынан өткізіп, жібімізді іліп шығарып, осылай біріктіреміз. Екінші шеңберімізді де дәл солай 12 көз тоқимыз. 12 қатар немесе көз тоқимыз. Осылай 7 шеңберімізді біріктіреміз. Бұл жерде сіздер басқа жіп қолдансаңыздар, ол жіптеріңіз осындай жібек жіптен, немесе осындай мен қолданып отырған жіптен сәл қалыңдау болса, ол кезде сіздердің қатарларыңыз сәл азаяды. Ал жұқа жіп болса, көбейеді. Соны да ескере кетіңіздер. Мінекей, мына жерде 12 қатарымызды тоқып алғаннан кейін келесі 3-ші шеңберімізді біріктіреміз. Мінекей, осылай жібімізді артқа қарай қойып, шеңберімізден ілмегімізді шығарып,
жібімізді іліп шығарып аламыз. Мінекей. Осылай 12 қатарымызды тоқып аламыз. Мінекей, 12 қатарымызды тоқып алғаннан кейін, келесі шеңберімізді қосамыз. Осылай жібімізді шеңбердің ортасына шығарып алып, осылай біріктіреміз. Дәл солай 12 қатар тоқып, келесі шеңберімізді біріктіреміз. Осылай 7 шеңберімізді тоқып аламыз. Бұл жерде біз ilk қатар тоқимыз. Ең басты қатарымыз бұл 7 қатар. Сол көп қатарына тоқимыз. 7, одан кейін 6, одан кейін 5. Бұл бізде 39-шы өлшемдегі аяқ киімге тоқылып жатыр. Мінекей, осылай 4, 5, 6, 7. Енді 3 шеңберімізді тоқимыз. Мінекей, осылай өздеріңіз 3 шеңбер қосып тоқып шығыңыздар. Мінекей, 7 шеңберімізді тоқып алдық. Енді келесі бет жағын тағы 12 қатарымызды тоқып шығамыз. Осылай айландырып, аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Бірақ аяқ жағына дейін жеткен кезде толық 12 қатарымызды тоқымаймыз. Бұл жерден 4 қатар тоқып тоқтаймыз. Мінекей, 12 қатарымызды тоқимыз, және сіздерге қалай біріктіру керек екенін көрсетемін. Бұл жерде ең бастысы осы шеңберді қалай біріктіру керек, қалай тоқу керек екенін көріп алсаңыздар, түсініп, арғыда өздеріңіз әр түрлі формада тоқи берсеңіздер болады. Мінекей, мінекей, 12 қатарымызды тоқып алдық. Енді келесі шеңберімізге өту керекпіз. Мінекей, мұқият қарасаңыздар, осы жерде бір өткізіп, келесі жерден өткіземіз. Мінекей, ilмегімізде 3 жіп. Енді осы 2 жіптен бір өткіземіз, одан кейін 3-ші жіптен өткіземіз. 3 жіптен сразу өткіземіз бірден. Және арғатай осылай 12 қатарымызды тоқып кетеміз. Мінекей, ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы мұқият қарасаңыздар, түсініп аласыздар. Осылай 12 қатар тоқығаннан кейін қалай біріктірді, келесі шеңберімізге қалай өтті, дәл солай
Үшінші шеңберімізге дәл солай өтеміз. Бұл жерде есептеп санап отырмасаңыздар, шатасып кетесіздер. Және шеңберлеріңіз бірдей болып шықпайды біріккен кезде. Сол себепті міндетті түрде санаңыздар. Және де басқа жіп қолдансаңыздар, міндетті түрде қандай жіп аласыздар, соған байланысты қатарды солай тоқисыздар. Қалынырақ жіп алсаңыздар, азырақ, қалау жіп алсаңыздар, көбірек қатар тоқисыздар. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Ең соңғы жағын толық тоқымайсыздар. Осылай барлығын тоқып келіп, аяқ жағына келген кезде 4 қатар ғана тоқисыздар. Мінекей 6 қатарымызды тоқып алдық, барлығын біріктіріп. Енді осы жерде сіздерге айта кетерім. Енді бізде толық шеңберіміз 24, тең жартысы 12. Енді осы жерді 12-ні 3 бөлікке бөлеміз. 12-ні 3-ке бөлген кезде бізде 4 шығады. Енді осы жерде 3-тің 1 бөлігін тоқимыз. 4 қатар тоқимыз. 1, мінекей. 2, мінекей. 3, және 4. 4 қатарымызды тоқығаннан кейін, бұл жерде шеңберімізді біріктіреміз. Мінекей, осылай, басында қалай біріктірдік, дәл сол әдіспен. Мінекей, тағы бір шеңберімізді біріктіріп тоқимыз. Біріктіріп отырған шеңберімізге 4 қатар тоқып шығамыз. Бұл жерде бағанағы айтқанымдай 3-тен 1 бөлігін тоқимыз. 12-нің 1 бөлігін тоқимыз, 3-ке бөлінген. Мінекей, осылай өзімізге қарай қаратамыз. Мінекей, енді шеңбердің орта жағынан 4 қатар санап, сол жерден осылай біріктіреміз. Мінекей, енді керісінше қаратып, осылай, мінекей, мұқият қарап отырсаңыздар, тағы 4 қатар тоқимыз. Енді 12-нің 2-ші бөлігін тоқып жатырмыз. Мінекей, тағы 4 қатар. Мінекей, енді тағы 4 қатар тоқығаннан кейін осы жерде шеңберімізді біріктіреміз. Мінекей, 12-нің 2-ші бөлігін тоқыған кезде, мінекей, 4 қатар, және тағы бір 4-ші қатар тоқыған кезде, сол кезде осы шеңберімізді біріктіреміз. Бұл шеңбер, мінекей, басында қалай біріктіріп тоқыдық, шеңберлерді дәл солай біріктіреміз. Мінекей, бұл жерде де 4 қатар тоқимыз. Мінекей, 2, 3, 4. Және шеңберімізді өзімізге қарай қаратамыз. Енді біріктірген жерден тағы 4 қатар санап, сол жерден мінекей тоқылған біріктірген шеңберімізді сол жерге бекітеміз. Мінекей, 4 және 4, міне сол жерге біріктіреміз. Тағы 4 қосамаймыз. 4-шісі міне. 3, 4. Осы жерге мінекей
бірінші ілмегімізді өткізіп, одан кейін жібімізді шығарып, осы жерге осылай бір іліп бекітіп аласыз. Енді өзімізге қарай қаратып, жібімізді арғатай өткізіп жібереміз де, осы жерде тағы 4 қатар тоқимыз. Біріктіру кезінде 12-нің 3-тен 1 бөлігі жүріп отырады. Ол 4. Осылай 4 қатар тағы тоқимыз. Өзімізге қаратамыз. Мінекей, осы жерде біріктіреміз. Келесі шеңберімізді біріктіреміз. Ол шеңберді осы жерден 4 қатар санаймыз. 4 қатар санап, осы жерге біріктіреміз. Мінекей, осылай біріктіріп аласыздар. Және өздеріңізге қарай керісінше қаратып, осылай тағы 4 қатар тоқисыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазыңыздар, мен жауап беремін. Егер түсінбей жатсаңыздар. Мінекей, енді өзімізге қаратамыз. Осы жерде тағы шеңбер қосамыз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, тең жартысы тоқылу керек. Ол сол 12-нің 12 3-ке бөлініп, сол 4-4-тен біріктіріледі. Орта жағы міндетті түрде, орта жақтары 3 болу керек. Мінекей, 1/4 бөлігі, 2/4 бөлігі келесі шеңберге біріктіресіздер. 3-4 бөлігі тоқылып болғаннан кейін оған тағы бір шеңбер біріктіресіздер осылай. Мінекей, осы шеңберді біріктіргеннен кейін тағы 4 қатар санап, осы жерге бекітесіздер. Және келесі бекітетін жерім осы жер, одан кейін осы жерге осылай аяқ жағына дейін 6 шеңберді біріктіріп тоқып аласыздар. Мінекей, шеңберімізді біріктіреміз. Осылай іліп шығарып, бұл жерде 4 қатар тағы тоқимыз. Ең бастысы есептеп шатаспай отырсаңыздар, және түсініп алсаңыздар, қай жерге бекіту керек екенін, жеңіл болады сіздерге. Осы жерде осылай тоқылған шеңберімізді, тек шеңбердің өзін ғана осылай бері қарай бет жағын бұрып алсаңыздар, мінекей, осылай. Енді бекіткен жерде 4 қатар санап, 4-ші көзімізге осылай бекітіп аламыз. 1, 2, 3, 4. Осы жерден осылай бекітіп аласыздар. Мінекей, осылай бекітіп алғаннан кейін керісінше қаратып, тағы 4 қатар тоқисыздар. Мінекей, 1, 2, 3, 4. Енді өзімізге қаратамыз керісінше. Мінекей, 2 шеңбер біріктірген жерден, сол жерден 4 қатар санайсыздар. Ал негізі 2 шеңберді біріктірген жерде ортасында, мысалы, 8 қатар қалып тұр. Бірақ біріктірген жерден бастап санайсыздар. Сол жерде жоғарғатай 4 қатар. 4-ші көзден осылай бекітеміз. Енді
керісінше қаратып, тағы 4 қатар тоқисыздар. Мінекей 1, 2, 3, 4. Керісінше қаратамыз. Және осы жерде шеңберімізді біріктіреміз. Мінекей 4 шеңбер тоқыдық, 5, 6, енді 2 шеңбер қосасыздар. Осылай 2 шеңбер қосып тоқып аласыздар. Мінекей 2 шеңберіміз қосып тоқыдық, 6 шеңберіміз тоқып алдық. Енді осы жерде мінекей осы жерден 4 қатар санап, 4-ші көзімізден осылай бекітесіздер. Мінекей осылай жақсылап бекітіп аласыздар. Енді бекіткеннен кейін керісінше қаратамыз. Мінекей енді осы жерді айландырып, аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Бірінші қатарымызды қалай тоқыдық, дәл солай айландырып тоқып, ортасын қалай бекіттік, дәл солай бекітесіздер. Және аяқ жағына қарай келген кезде толық тоқымай, сол жерден жоғарыға қарай 4 қатар тоқисыздар және тоқтайсыздар. Мінекей бірінші қатарды қалай бекіттік, дәл солай бекітесіздер. Осылай тоқып аласыздар. Және осы жерге келген кезде 4 қатар тоқисыздар. Аяқ жағына дейін тоқымайсыздар. Мінекей қалған 24 шеңбер болу керек. Шеңберімізде 24 қатар болу керек. Сол қатарымызды осы жерде толықтырамыз. Бұл жерде енді 16 қатар тоқимыз. 16 қатарымызды тоқимыз. Келесі шеңбердегі қатарымыз бұл 12 болады. Мінекей енді бірінші қатарды қалай бекіттік, дәл солай келесі шеңберге өтеміз. Мінекей осы жерден бір іліп алдық, екіншісінен бір іліп алдық, шығарған кезде екеуінен бір іліп алдық, үшіншісінен тағы бір іліп алып, келесі
шеңберімізді тоқып кетеміз. Бұл жерде енді біз 12 қатар тоқимыз. Дәл осылай аяқ жағына дейін тоқып аламыз. Мінекей, аяғына дейін тоқып келдік, және 6-шы шеңберімізді тек 4 қатар ғана тоқыдық. Енді бірінші қатарды қалай істедік? Дәл солай екінші қатарымызды 3-ші қатарға осылай көшеміз. Осылай шеңберімізді біріктіреміз. Міне бұл жерде 4 қатар тоқимыз. Бірінші қатардан екінші қатарға қалай көштік? Дәл солай екінші қатардан 3-ші қатарға дәл солай көшеміз. Міне өзімізге қарай қаратып, екі шеңбер біріктірген жерден 4 көз санап, 4-ші көзден осылай жақсылап бекітіп аласыздар. Мінекей, осылай шығарып бекітіп аласыздар. Және керісінше қаратып, тағы 4 қатар тоқимыз. 12-нің 3-тен 1 бөлігін тоқимыз. Шеңберімізді толық тоқыған 24 қатар шығады. Соның жартысы 12, 12-нің 3-ке бөлеміз. Соның 3-ке бөлгенде 4 қатар тоқимыз. Мінекей, бұл жерде енді 5 шеңберді біріктіреміз. Мінекей, екінші шеңберімізді осылай бір-біріне осылай біріктіреміз. Осылай 4 қатар тоқимыз. Мұқият бірге-бір қайталап отырсаңыздар, шатаспайсыздар. Және мен қандай ілмек, қандай жіп алып отырмын, дәл сондай жіппен тоқысаңыздар, шатаспайсыздар. Бұл жерде жібек жібін қолдансаңыздар болады. Менің тоқып отырған жібім, жіптің қалыңдығы қандай, дәл сондай. Мінекей, осы жерден тағы 4 қатар санап, 4-шінен 4-ші көзден біріктіреміз. Мінекей, осылай да біріктірсеңіздер болады. Мінекей, енді керісінше қаратамыз. Жібімізді ар жағынан өткізіп, осылай келіп алып, тағы 4 қатар тоқимыз. Төртіншісі. Мінекей, өзімізге қаратамыз. Енді, міне, 2 шеңбер біріктірілген жерден 4 қатар санап, 4-ші көзімізден осылай біріктіреміз. Мінекей. Және керісінше қаратып, осылай тағы 4 қатар тоқимыз. Мінекей, 4-шісі. Өзімізге қаратамыз. Енді осы жерде тағы 1 шеңбер қосамыз. Міне, бұл жерде бізде 3-ші шеңберімізді қосамыз. Мінекей, осылай
Үшінші шеңберімізді қосып, тағы 4 қатар тоқимыз. Үшінші шеңберімізге 4 қатар тоқимыз тағы. Мінекей, 4-шісін тоққаннан кейін тек сол шеңберді керісінше өзімізге қаратып, мінекей, 4-ке санаймыз бекітілген жерден. Сол жерге осылай іліп алып, жақсылап бекітіп аласыздар. Керісінше қаратып, тағы 4 қатар тоқисыздар. Мінекей, 4-ші қатарымызды тоқып, мінекей, керісінше өзімізге қаратып, тағы бір мінекей, бекітілген жерден, 2 шеңбер бекітілген жерден 4 қатар санап, мінекей, осылай бекітесіздер. Осылай аяқ жағына дейін, мінекей, тағы 2 шеңбер тоқисыздар. Мінекей, 3, енді тағы 2 шеңбер тоқисыздар. Осылай 2 шеңбер тоқып шығасыздар. Мінекей, 2 шеңберімізді біріктірдік. Осылай аяқтадық. Енді керісінше қаратамыз. Енді оңай, ең жеңіл жері қалды. Енді осыны айландырып, осылай бекітіп, біріктіріп, айландырып, осылай аяқ жағына дейін, осы жерге дейін тоқып аласыздар. Мінекей, осы жердегі ең қыр жағындағы шеңберге сіздер 12 қатар, 12 емес, 16 қатар тоқисыздар. Себебі бұл жердің тең жартысы, 24-дің тең жартысы тоқылмаған. Сол себепті 24-ке жетпеген қалған шеңберімізді, қалған қатарымызды шеңберімізге тоқып шығамыз. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей, енді осылай жақсылап екі шеңбердің ортасынан осылай іліп алып, мінекей, бірден осы үшеуінен бір-ақ шығарасыздар. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей, айландырып тоқып алдық. Соңына келдік. Және осылай, ең соңғы жағын осылай біріктіреміз. Мінекей, енді осылай артығын қиып алып тастаймыз. Мінекей, жібімізді тартып шығарамыз да. Мінекей, әрбір көзден әдемілеп өткізіп, жасырып тастаймыз. Осымен біздің әдемі шеңбермен тоқыған әдемі өрнегіміз дайын болды, біріктіріп тоқыған. Мінекей, осы жасырып тастайсыздар. Мінекей, осындай керемет шеңбермен тоқылған өрнегіміз дайын болды. Енді өздеріңіз көресіздер, негізгі бет жағы осы, арт жағы болып саналады. Бірақ маған осы артқы жағы ұнады. Сол себепті осыны аяқ киімнің беткі жағы қылдым.
Мінекей, бұл бізде уже тоқылып қойған аяқ киімнің бір пары. Енді біз тоқығанымызды келесі аяғымыздың сыңарына тоқимыз. Бұл жерде сіздерге көрсетіп жатқаны ілмекпен өлшеген кезде осындай жерден осылай өлшеп бастайсыздар. Мінекей, бұл жерде 40 өлшем. Мен бұны уже киіп те көрдім, киіп те жүрдім. Осы башандағы жібін санаған кезде мінекей. 15 немесе 16 қадар қойдым жібіміз. Және осылай жақсылап қазір сіздерге қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Енді келесі немізбен өлшеп алған кезде бас жағы осы жер, аяқ жағы осы жер болып аяқталу керек. Мінекей, мына жіп тұрған жерден бас жағын тоқимыз, және осы жіп тұрған жерден аяқ жағын тоқисыздар. Және тартып тоққандарыңыз дұрыс болады, бекіткендеріңіз тартып. Өздеріңіз аяқтарыңызға қарап өлшеп аласыздар. Бұл енді өлшем бізде 39-ға келіпті. Мінекей. Енді осы жерде жақсылап бекітеміз. Бұл жерде енді мен сіздерге осы бір бетін бекітіп, тоқып алғаннан кейін келесі бетін қалай тоқу керек екенін көрсетейін. Мінекей, бір жағын тоқып алдық. Осындай әдемі болып шығады. Өрім сияқты әдемі тоққан жеріміз, біріктіріп тоққан жеріміз. Енді келесі бет жағын мінекей, осылай жақсылап өлшеп аласыздар. Екі жағын мінекей теңестіріп, сол жерден осы жібімізді шығарамыз. Осылай жібімізді іліп алып, сол жерге бекітіп, мінекей, осылай шеңберіміз өткіземіз. Шеңбердегі тоқылған жібімізден сол жіпті көзден өткізіп, мінекей, мінекей, осылай барлығын біріктіріп іліп аламыз. Мінекей, табан жібінен өткіздік. Мінекей, бірінші жібімізді артқа қарай өткізіп аламыз. Табан жібінен өткіземіз. Одан кейін шеңбердегі жіптен өткіземіз. Одан кейін жібімізді ілмектеліп шығарып аламыз. Мінекей, бірінші шеңбердегі жіптен шығарып аламыз. Одан кейін табандағы жіптен шығарып. Мінекей. Шығарып алдық, мінекей, табандағы жіптен, және мінекей, ілмекте 2 жіп, содан былай бір рет өткізіп аламыз. Мінекей, келесі табан жібінен өткіздік, шеңбердің жібінен өткіздік, жібімізді іліп алдық, бір шығардық, 2 шығардық. Мінекей, ілмекте 2 жіп, сол 2 жіптен бірден өткізіп аламыз. Мінекей, осылай біріктіру. Келесі шеңберге дейін осылай табанның жібін осылай тоқып, келесі шеңберге дейін тоқып аламыз. Мінекей. Енді келесі шеңберіміз
қай жерге дейін келесі шеңберіміз қай жерге келеді, сол жерге дейін тоқып барамыз, және сол жерден келесі шеңберімізді бірге біріктіріп тоқимыз. Мінекей, осы жерге келіп тұр. Бірінші табанның жібінен, одан кейін шеңбердің жібінен өткіземіз. Бірінші өзіміздің жібімізді ілмектің астына өткізіп аламыз. Одан кейін табанның жібінен, шеңбердің жібінен өткізіп, жібімізді шығарып, ілмекте 2 жіп, сол 2 жіптен бірден 2 жіптен өткіземіз. Мінекей, осылай әрбір шеңбердің жібінен 3 рет іліп алып тоқсаңыздар болады. Әрқайсынан 3-3-тен. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей, 3-ші шеңберімізді дәл солай бірінші, екінші шеңберді қалай табанға бекіттік, дәл солай бекітіп, осылай тоқып аласыздар. Бұл жерде енді осындай шеңбердің 4-ші қатарын қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі өзім қосып тоқыдым. Тоқығаннан кейін бас жағынан санаған кезде 1-ші, 2-ші, 3-ші қатар дәл келіп, дұрыс келіп тұр. 4-ші қатар артықтау болды, және 4-ші қатарымыз сәл-пәл аяқта тығыз тұрмай ойнап тұрды. Сол себепті алып тастадым. Және де ыңғайсыз, сүйкімсіз көрінді негізі. Сол себепті алып тастадым. Және осындай 3 шеңбермен тоқығанды қазір өзім үйге киіп жүрмін. Ыңғайлы, өте әдемі, аяққа да өте әдемі тұрады. Менде негізі бұл табаннан сыртқа киетін табан болмады. Сол себепті үйге арналған табанға тоқыдым. Негізі сыртқа арналған табанға тоқысаңыздар өте керемет болып шығады. Осы 2024-тің хит тоқылған аяқ киімі болады. Мінекей, аяқ жағын осылай біріктіріп бекітесіздер. Мінекей, артығын осылай қиып алып тастап, жасырып тастайсыздар. Осындай жіп қалады, соны табанның жібінен және осындай шеңберлердің жіптерінен ары-бері өткізіп, жақсылап бекітіп тастасаңыздар болады. Мінекей, біздің үйге арналған аяқ киіміміз осындай шеңберлердің арқасында осындай әдемі болып шықты. Мінекей, негізі осындай 39, 38, 40 өлшемдегі аяқ киімдерге осындай 3 шеңбер, 3 қатарлы шеңбер жетеді. Және бас жағын біз тоқыдық 5 шеңберден. Мінекей, осындай өте әдемі аяқ киім шығады.
Ең бастысы осы шеңберді тоқып үйреніп алсаңыздар, кез келген түсте, кез келген табанға тоқи бересіздер. Осылай өздеріңіздің аналарыңызға, өздеріңізге тапсырысқа тоқысаңыздар болады. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыда бұдан да керемет, әдемі үйге және сыртқа арналған аяқ киімдер шығады. Келесі сабағымызда кездескенше.